Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Жақсыздар ма? Өзім салып қойыншы құрсын. Біраз болды салмағы. 2 күн 2 жылдай өтті ғой, шаруаның бәрі қалып болды. Күндеріңіз жақсы өтсін. Ауырмаңыздар, жылы киініп жүріңіздер. Сол жүрген қалада ары бері шаруалармен. Кранмен. Жоғардан ғана қараймыз қазір. Строго, осылай деге кететін болды. Бебеп. Бебеп дейсің ғой, короче. Кеше Кай жігіт деген тойдан келгеннен кейін самса деп еді. Оны жалқауланып істеген жоқпын, жаңа бауырсақ деді, енді ұят болар дедім. Сөйтіп түннің бір уағында бауырсақ істеп жатырмыз. Содан кейін кештетіп үйге қонақ келеді деген Рома соған қазанға ет салып қойғам. Ол қонақтарымыз етіміз піспей келіп кетіп қалды шай ішіп. Сонымен өзімізге қалды бұл етте. Бір қазан болып. Бәр мейірім, мәхәббәтімді салып илеп едім, қамырын ойымдағыдай шықты, дәмі бәрі ше. Бісміллә. Ал пісіріп болдым. Мынау енді тастайтындай емес, жаңағы бауырсақтардың домалақтарының шет-шеттері қалған ғой, сонда осылай пісіріп ала салдым. Негізі көп қып пісіргем, пісіру барысында үйістіп, кішкентай қолдар кеп алып кетті. Одан папалары 2 тарелкасын жеп алды, чаймен. Ас болсын. Қызым. Ал. Бауырсақты болдық қой, енді қараңыздар. Тойып алдық бауырсаққа. Мынан қарасаңыздар, шойбу. Мынандай сүрік құйрықтар көп болып морозилькте тұр. Алла нәсіп етсе, балаларды сүндеттеу керекпіз. Сол кезде енді сүндеттелгеннен кейін Құран оқытамыз ғой. Сол кезде 5 бармаққа қосамыз деп. Расултайдың 10 күннен кейін 1 жасы, тіпті 9 күннен кейін ба. Тұсауын кесеміз деп. Сол кезде сүндет той, тұсау кесер, барлығы енді үйде Құран оқыта саламыз. Келген қонақтарға енді міндетті түрде ет асылады. Соған қамырға, сорпаға, етке дәм береді деп осындай сап-сары сүрленген құйрық майлар дайындап отқанбыз ғой. Ол күн келем дегенше өзіміз жеп тауысатын болды. Бетім майын қарасаңыздаршы. Кілкіп алып, қайнатып қойып, ертең сорпалы тамақтарға қоссаң, ойбу. 5 бармақ жейтіндер бар ма? Өтпедіңіздер ма? Босқа қалды. Ертеңге енді бауырсаққа тыңқиып алды бала шағым бәрі. Өзімізде. Түнгі сағат 2-ден кейін балалардың тамақ сұрайтынын білесіздер ғой. Қалайсыңдар ай? Ойбай. Өз-өзім мақтамасам шықайсың мақтайын деп жатқан жоқсыңдар. Бүгін мен маладес болдым. Күнім мен түнім ауысып кеткен ғой, білесіздер ғой. Бүгін 6-та ұйықтадық та, 9:30-да 3,5 сағат ұйықтап тұрып, Кайш деген жігітті қаскеленге емге массажға апардым. Одан сіздер сұрап жүрген тауарлардың біздің складта қанша бар, қанша жоқ. Соны магазинге барып, списогін шығардым. Ішінде сатылымға шығаратындар бар ма деп. Одан кейін баламмен магазинге бардым. Кішігірім кездесу жасап, жоспарларымыз жасап алдық. Одан балам шашын алдырып, үйге келген бетім осы айналайындар. Ойбай, пілдің жартайтындей болып семіріп атырмыз. Аяққа салмақ түсіп атыр ма? Сәл жүрсек ентігіп, ырсылдап құрсын қасқа. Отырсақ тұра алмаймыз, тұрсақ отыра алмаймыз. Отырған жайымызда омалып отыра бергіміз келеді ғой. Артық қимыл жасағымыз келмейді. Қазір кешегіден қалған 5 бармақ бар. Соны жеп, тыңқиып, тойып ап. Етке, сорпа бетке деп, бетіміз табақтай боп, одан кейін үйдің астында тепсе темір үзетін бір тайғыз бар, массажистка. Содан массаж алып, ұйықтағым кеп жатыр. Ертең жұмысым көп. Өз солай болады ше, Құдайдан қолың бос, ай қарап, шошқа тағалап жүрген кезіңде баратын ештеңе жоқ та, істейтін ешқандай план жоқ, әйтеуір бір осы жер басып жүрген пенденің біреуі болып жүресің. Ай күнің жақындаған кезде осындай қарбалас, тірлік, өмірге деген құлшыныс артып кетеді ғой. Өсекті де берілмеді. Сен
Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметова апамыздың жолын басқан, ізін басқан 100 жылда бір ғана шығып тұрған қыз сен. Ой, апа. Ештеңеге уайымдама, берілме. Айтқан адам айта берсін. Қазіргі заман қазақты қазақ өлтіру керек болған заман болып тұр. Кезінде әдебиетте де оқыдық. Небір ағамызды өзінің оқытып шығарған шәкірті өлтіргенін ұстап бергені ше, мына тарихтың бәрін оқып шықтық. Бәрі айта берсін. Бәрі Тілектесіз күнде. Амин. Иә. Ауырмаңыз. Құдай сақтасын. Мен бәріне мақтанам ғой. Мен Құдайға шүкір деймін. Атам да тірі, әжем да тірі, әкем да, шешем да. Мен әлі ондай нәрсені көрген жоқпын деп. Ондай нәрсеге мен әлі дайын емеспін деп. Иә, аман болыңыз, жасаңыз. ондай айтсаң атаң қуана береді. Алла өмір беріп әлі. Бұрын мені атам арқалайтын. Ата мені мектепке апаратын. Отырғанда бардым. Арқалап. Сол кезде ата дәл болатын. Қазір кішкентай болып кеткенсіз ғой? Қайдым? Или ол кезде біз кішкентай болдық па? Шөгеді ғой. Да? Вот осы менің атам. Адам шөгет дейді ғой, мүмкін шөк. Неме? Көрсетіп жатырмын ғой, жұрттарға мақтанбайды ма? Әжем беріп жатыр маған деп. Әжем, короче, бүкіл банкілерін маған беріп жатыр мына жақта. Салаттар, лечо, да? Білмеймін. Астында білмейді, еще мына жақта компот бар. В общем, мен әжемнің қызымын, мен айтамын всегда әжем қызымын деп. Түрімді әжемнен алмай қалған. Еще маған айтады, осы қақ ішіп жүресің, ә деп мен әжеме ұқсамын ғой. Да? Мен әжеме ұқсамын, қақ ішіп жүремін ғой. Әжемнен айнеймін деп. Ойбай, сол әжем кетіп Айнымай, иманбек қоймайды ғой. Әжеңнен айнымай, ұқтап қаласың дейді. әжемнен айнеймін. Айнеймін дейді ғой. Ажыратамайды да, айнейсің да, айнымайды. Сол, в общем, әжем осы. Әжең түрі суық екен деп жазбаңыздар. Жүрегі өте жұмсақ. Еще әже біздің банкомат қой. Қашан қарасаң әжеде ақша бар. Сәлем айтыңдар. Ет жоқ па? Ет шын, етім жоқ. Нағырсың десеңші. Ет алған жоқпын әлі. Өлі базарда ет жоқ. Біз жүре беретін болдық қой мына жақта. Нұрайдың үйіне тағы да келіп қалдық ал құмарыққа. Мама деген соны ет беріп жүрген, беріп жүрген соның барлығын көтеріп келдік. Мына жақта қуырдақ жасап бізді күтіп отыр екен енді. Құмарыққа деген 2 күн сайын келетін болдық қой. Ойбай, шүкіртін қайынша шыққан. Жаңа ұйықтап алдық та енді бір